Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге Индира. Бүгін таңғы асқа арналған жұмыртқадан жасалынған пицца дайындаймыз. Ол үшін бізге 6 жұмыртқа, укроп, колбаса және сыр қажет болады. Ең алдымен жұмыртқаның барлығын осылай ыдысымызға салып аламыз. Достар, егер сіздерге менің видеом ұнаса, менің каналыма жазылып, лайк басып, пікір қалдырып, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Ең бірінші жұмыртқаның барлығын осылай ыдысқа жарып салып аламыз. Әрі қарай осындай укропты алып, жақсылап майдалап турап шығатын боламыз. Турап алдық, укропты жұмыртқаға қосамыз және де 1 шай қасық тұз қосып, жақсылап вилкамен араластыратын боламыз. Жұмыртқа дайын болды, енді сырды осындай теркадан өткізіп, дайындап аламыз. Мінекей теркадан өткізіп алдық, енді колбаса керек бізге. Колбасаны осылай 6 тілімге бөліп дайындап аламыз. Әрі қарай қызып тұрған табамызға осылай табамыз қызғаннан кейін жаңағы араластырған жұмыртқамызды саламыз. Астын қатты жай қоюдың қажеті жоқ, орташа отта тұрса жақсы болады. Осылай жұмыртқамыз жаймен қуырылып бастағаннан кейін бетіне колбасаларды қойып шығамыз. Осылай колбасаның барлығын қойып болғаннан кейін бетін жауып, дайын болғанша пісіретін боламыз. Асты жабысып қалады немесе күйіп қалады деп қорықпаңыздар. Асты ешқандай да жабыспай әдемі болып піседі. Мінекей достар, осылай пісіп шығады. Соңына қарай дайын болғанға сәл уақыт қалғанда бетіне жаңағы теркадан өткізген сырымызды қойып шығамыз. Мінекей достар, пиццаға ұқсайтын жұмыртқадан жасалған таңғы асымыз дайын болды. Осылай міндетті түрде жасап көріңіздер, өте дәмді шықты. Барлығына ұнайды деп ойлаймын. Астарыңыз дәмді болсын.